Любу күлімсіреп көз жұмған кезде Лю Бэй, Гуан Ю және Джан Фэй қаза тапқан қаһармандарын арнап тост көтереді. Осы уақытта құдайлар адамдарды мазақ етіп, олардың жеңіске еш мүмкіндігі болмағанын айтады. Көңілі түсіп кеткен Тор аренадан шығып кетуге бет алады. Алайда Ченгун бастаған Гюбуның әскерімен Қызыл қоян қожайынсыз өмір сүрудің мәні жоқ екенін айтып, онымен бірге өлгілері келетінін білдіреді де Торға қарай шабуылдайды. Тор бұған келісіп, мұны досы Любуға арналған құрбандық деп атап, күлімсіреп тұрған Любуның әскерін қырып салады. Гөл Любу мен Рангризге енді не болатынын ойлап уайымдайды. Брунхильда оларға кейін деген ұғым жоқ екенін түсіндіреді. Брунхильда бұл жекпе-жек жанның шайқасы екенін айтады. Жан бір рет күйресе, оны қалпына келтіру, қайта туу немесе құтқару мүмкін емес. Олар мүлде жойылып, шаңға айналады.